Қызым үйде, қылығы түзде демей ме қазақ? Осы мақалдың Халимаға тікелей қатысы бар. Үйде ата-анасының алдында тып-тыныш, сабырлы қыз. Тірлігі тап-тұянақтай. Ал қалаға оқуына барса, жемтігін аңдыған қасқырдай қалталы жігіт аңдығаны. Оны іштей бала кезден жоқшылық көргенін кесірі деп алдайды өз-өзін. Әкесі шашын жұлғандай қылып жүріп оқуын төлейді. Ал қызының ойы басқада. Көзін сүзіп тұрған тананы көрген бұқа жібін үзбей қоя ма? Реті келсе пайдаланып қалуға тырысатын жігіттер қауымы да аз емес. Алғаш бір дөкейдің баласының құрбаны болды. Сыйлық беріп, түнгі клубтарға қыдыртып жүргенінде некелі жары етіп алады деп қалса керек. Қыз еш тартынбады. Ол бұған көлік сыйлауға да уәде беріп қойған. Оған сенген Халима ойланбастан бай баласының құшағына құлады. Төгілген абырой үшін өкінген де жоқ. Қыз оны маңызды деп те ойламады. Оқуы аяқталуға жақындағанда аяғы ауыр екенін білді. Бірақ кезекті ойыншығынан жалыққан бай баласы бұған күле қарады да оны ешқашан сүймегенін айтты. Жоспары күл-талқан болған Халима баланы алдыртып тастады. Оқуы аяқталған соң қалаға қалып, біраз сайрандамақ еді. Қатал әке дегеніне көндіріп ауылға алып кетті. Ауылдағы мектепке мейірбике болып орналасты. Қаланың қызығына үйреніп қалған оның өкпесі қысыла бастады. Бар ойы өз үйінен кету болды. Қайда болса да. Сондай ойдың жетегінде жүрген ол ауылдағы тұрмысқа шығуға болатын жігіттерді бақылай бастады. Таңдауы жалғыз шешесінен басқа ешкімі жоқ Сабырға түсті. Ол ауылда майда-шүйде тірлік жасап, мектепте қарауыл болып жұмыс жасайтын. Сабырдың ешбір арам ойы жоқ біреу болатын. Әр қыздан бір дәмеленіп, олардың мұны менсінбесін біліп, қастарына жоламайтын да. Бұл салбыраған біреу, шешесі қанша жүрсін дейсін, не болса да қатыгез әкемнен құтылайын деп ойлады Халима. Енді ол жоспар құра бастады. Ол Сабырды құрыққа түсіретін жоспар болатын. Сабыр мұны алуында алдау, бірақ кейін бетіне салық қылмас үшін адал емес екенін білмеу керек. Мылтықтың басуына құлағының қасуы дөп келіп, әке-шешесі алыс қалаға 2-3 күндік жол жүріп барып келетін болды. Оны естіген қыз Сабырмен қалжыңдасқан болып, арасына сөзбен түйіп қалатын. Сұлудан дәмелі Сабыр мәз болатын. Әке-шешесі кеткен күні Халима Сабырды шақырды. Үйдегі шкафтың есіктері қирап жатқанын, әкесі оны жасауға кәрі екенін желеу етті. Ыстық тамақ жасап, қызыл шараптан да құюды ұмытқан жоқ. Сәлден соң жорта байқамағансып Сабырға сүйкеле берді. Еркек емес пе? Оның да ойы бұзыла бастады. Халима өтірік қарсыласқандай болды. Әбден қызған Сабыр ұйықтап кетті. Түннің бір уағында ол Халиманың жылаған даусынан оянып кетті. Ұйқылы ояу мастығы тарамаған жігіт не болғанын түсінбей әлек. Бетін басып отырған сұлуды айра-жайра бөлмені көріп есін жинады. Есін жиған соң оған үйленетінін айтып Сабырға шақырды. Бәрі көзді ашып жұмғанша болып кетті. Халима әке-шешесі келген соң Сабырдың олардың алдынан өтуін барынша жылдамдатты. Сонымен абыроймен қолдан ұзатылған қыз болып шыға келді. Сабыр да риза. Оның шағымданатын да жөні жоқ еді. Жұмысы бар, сұлу, тірлігі тапиядай жарды армандапты ма бұл? Халиманың бар арманы өз үйінен кету болған соң дегеніне жеткен ол алаңсыз еді. Ал енесі өзімен өзі. Тамағы уақытылы дайын, киімі жуулы, тірліктен қолы босаған. Одан артық не керек? Сабыр тапқан азын-аулақ табысын келіншегінің алақанына салады. Үйде Халиманың айтқаны заң. Осылай ешкімге өкпесі жоқ отбасының бір күні бір күніне ұқсап өте берді. Барлығы жақсы болғанымен арада 3 жыл өтсе де Халима құрсақ көтере алмады. Оның себебін өзі ғана біледі. Ол әрине жас кезінде ойнап жүріп от басқанның, дүниеге келмей жатып үзілген нәрестенің наласы. Халима мен Сабырдың баласын бақсам деген арманмен өмірден енесі де өтіп кетті. Әке болуды аңсаған Сабырдың да шыдамы таусыла бастады. Халима бар күнәні күйеуіне арта салмақ болған еді. Елдің ақылымен барды ма, әйтеуір Сабыр қалаға барып тексеріліп келді. Бәрі жақсы екенін дәлелдеп қойды. Сонымен Халиманың аузы жабылды. Ол енді балалы болудың қамын ойлай бастады. Негізінде балалы болу өзін алдау үшін ойдан шығарылған сылтау. Оның баяғы желіккен шақтары есіне түсіп, басқа еркектердің назарына іздей бастады. Бір күні Сабырдың айлығы аз, балалы болған жағдайда оны асырауға жетпейтінін желеу етіп, алыстан жұмыс тауып, сонда аттандырды. Енді күйеуі 15 күн жұмыста, 15 күн үйде болады. Сабыр сүйген жарын қимай-қимай жұмысына кетті.
Сол күннен бастап Халима кезекті құрбанына қақпақ құра бастады. Ол ауылға оқу бітіріп келген жап-жас жігіт Ерсінді құрығына ілді. Өмірінде қыз құшып көрмеген ұяң жігіт қылықты келіншектің от құшағына өзін жоғалтып алғандай болатын. Ол ылғи Халиманы бір көруді қалап тұратын. Болашағы жарқын, өсуге мүмкіндігі бола тұра Ерсін ауылында қалды. Бар тілегі ғашығынан алыстамау. Осылайша жымын білдірмеген екеуінің ойнастығы 2 жылға жалғасты. Ата-анасы Ерсінді үйлендіре алмай әлек, ал оның көзі болса Халимадан басқа ешкімді көрмейді. Шіркін, саған үйлене алсам ғой деп армандайды. Қайдан, Сабырдан бұрын екеуінің әкелері ақ өз қолдарымен өлтіріп қояр. Ештеңеден хабары жоқ Сабыр 15 күнді әрең өткізіп келетін. Халима да бұны сағынғандай болып кейіп танытатын. Әйелден айла артылған ба? Оның үстінде ол әйел Халима болса. Ол Сабырды жақсы көрмейтінін еш білдірмейтін. Оны алдап арбап дегеніне көндіретін. Сабырдың Халиманың пысықтығынан сыйлы азамат болып отырғанын елде мойындайтын. Бір күні Сабыр жұмысында алаңсыз жатқан. Бастық шақырып жатыр деген соң асыға басып барды. Қуанышына орай осы жолы 5 күнге ерте қайтатын болды. Ол жайында келіншегіне хабарламады. Тосын сый жасамақшы болды. Ақыры сүйген жары мұны жоқ кезде қатты сағынатынын жиі айтатын еді ғой. Сонымен жылдамдатып жолға шықты. Ауылға қайтатын көлік те табыла кетті. Бұл үйге жеткенше қас қарайып түн болды. Қолында бір сөмке тәттілері бар. Халимашы тәттіні жақсы көреді. Әйелін қуантпақ болған ол әдейі көшенің басынан түсіп қалды. Ондағы ойлағаны көліктің даусын естісе тосын сый болмай қалады дегені. Солай ақырын басып үйіне келді. Иесін таныған иті де үре қоймады. Өз кілтімен есікті ашып кірген Сабыр сұмдық көрініске тап болды. Мына масқарадан көзі қарауытып, басын ұстап отыра қалды. Жан таласып киімдерін іздеп жатқан екеуге жандарменмен атылды. Халиманы ұра бастағаны сол еді, Ерсін сілкіп-сілкіп итеріп жіберді. Жазатайым артында тұрған шкафқа басын соға құлаған Сабырдың көзі аларып сылқ ете қалды. Арада жарты сағаттай уақыт өтті. Халима Ерсіннен бұрын несін жиып, Сабырдың өлі денесін жұлмалай бастады. Оның енді тірілмесін білген ақы келіншек одан құтылудың амалын іздей бастады. 7 түн болғанда Ерсін екеуі Сабырдың денесін орап алып шығып, Ерсіннің көлігімен ауылдың сыртына алып келді. Осы кездері ауылға келетін жолдарға жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан. Солардан қалған бір шұңқырға өлі денесін тастап, екеуі көміп тастады. Осының бәрін жасап жүрген Ерсін не істеп, не қойып жатқанында түсінетін халде емес. Себебі өзі қорқып тұрған жігітті сотталып кететінін, әке-шешесі зар жылап қалатынын айтып Халима одан әрі қорқытып қойған болатын. Некелі жарын өлтіріп қойғаны үшін келіншектің өзі де еш уайымдамады. Жеделдете ауылға қайтқан екеуі үйдегі Сабырдың келгенінен хабар беретін бар айғақты жойды. Денесі қалш-құлш етіп, есі кіресілі шығасылы Ерсін үйіне барып бүк түсіп жата қалды. Жасаған қылмаса есіне түседі ме, жоқ жауыздығынан шошына ма, содан кейін Халиманың үйіне аттап баспады. Анасы Құдайдың зарын қылған соң көп ұзамай-ақ үлкендер таңдаған қызға үйленеді. 1 жылға жетпей балалы болып бақытты өмір сүре бастады. Тек Халиманы көргенде танымайтындай өте шығатын. Қорқанынан қылмысын әшкере етер деп секемденген ол үнсіз жүре берді. Табиғатына жаны ашу, аяушылықты білмейтін Халима алаңсыз өмір сүре берді. Сол жағдайдан кейін тәубесіне келудің орнына керісінше қалағанын жасайтын болды. Енді оны қатал әкеде егере алмайтын. Сабыр бейшара үсті-үстіз жоғалғандардың қатарына еніп сүре берер ме еді. Соңғы кездері Ерсін түсінен жиі шошып ойнанатын болды. Түсінде өздері көміп кеткен жерден шығып келе жатқан Сабырды көретін. Сосын түн баласы көз ілмейтін. Көптен бері дұрыс ұйықтамаған соң ол жындануға шақ қалды. Көзі шүңірейіп, азып та кетті. Оның бұл түрінен үйіндегілер де шоши бастады. Ерсін енді бұлай жалғастыруға болмайтынын түсінді. Бір күні таңертең тұрып, үйімен қоштасы да полиция бөлімшесіне барып, сол түнгі оқиғаны бүкпесі жайып салды. Сол жерде қолына кісен салынып, кейін Халиманы да алдырды. Екеуі Сабырды көмген жерді жобалап көрсетті. Ауылдастары бұл жан түршігерлік жағдайды естігенде шошыды. Ерсіннің ата-анасы елге қарайтын халі де болмады. Келіндері баласын алып кетіп қалды. Бір әйелдің айласы 40 есікке жүк. Бір Халиманың кесірінен қанша адам қайғы жұтты. Адамды шайтан азғырамын десе табан астында. Сондықтан да әр адам барын бағаласа екен.
қанағат пен сенім, мейірім мен махаббат әр отбасының босағасында мәңгілік орнаса екен.